Бұл сабағымызда if шартты операторын толықтырамыз. Алдыңғы біз логикалық операторды өткен кезде мына тапсырмаларды орындаған болатынбыз. Осы тапсырмаларды енді if шартты операторын қолдану арқылы жетілдірейік приложениелерімізді. Мысалға, мына жерде ендірілген санның 0 мен 100 арасында екенін анықтаңыз. Ол жерде біз true немесе false деген экранға жаздырған болатынбыз. Енді осыны алып комментарийдің сыртына шығарайық. Мына 3 тырнақша бізде үлкен жолды қатардағы комментарий болып есептеледі. Естеріңізде болсын. Мысалға, бір санды аламыз, аны флотқа айналдырамыз, оны result, осы result деген жерді біз if шартына айналдырамыз. Егер шарт орындалса, сан 100 аралығында деп экранға шығардық. F-stringті алып тастай салайық. Жерден біз шартты операторын білеміз. Егер шарт орындалмаған жағдайда print сан 0 мен 100 арасында емес деп экранға шығардық. Ctrl-Shift тырнақша, Ctrl-B мен нақты жауып алайын. И Python if нежный demo.py деп файл создавать еттім бұл сабақта. Орындатқызамыз. Мысалы 10 деген санды кірем. Сан 0 мен 100 аралығында. Орындатқызайық. 101 дейік. Уже сан 0 мен 100 арасында емес деген санды экранға бізге шығарып берді. Бұл наны енді өзгерте берсеңіздер болады өздеріңізде. Идея, қандай идея келсе, солай өзгерте беруге болады. Мен қайттан комментарийдің ішіне алып қоям. Бұл файлды ертең сіздер алдағы уақытта қолдануларыңыз мүмкін. Енді келесі тапсырмаға өтейік. Бұл тапсырмада ендірілген санның оң және жұп сан екенін анықтауымыз керек. Бұны да сыртқа шығарайын. Бір санды қабылдаймыз және result деген жерге біз if шартты операторын қоямыз және қос нүкте қойып астына түсеміз де мына нәрсені алып алайық. И f-string керек жоқ бізге. Сан оң және жұп сан деп экранға шығарады. Мына шарт орындалған кезде немесе print сан негатив десек бола ма? Сан теріс сан дейік. Или теріс сан. И осыны орындатып көрейік. Сосын бұны әлі арғай дамытамыз. Python if нежный demo.py сан деңіземіз. Мысалға 5 теріс сан. Бұл тақсан болғанмен алынған жоқ, е? Мына жерде 10 дейік. Мысалы 10 десең, сан оң және жұп сан деп экранға шығарып береді. Енді бұны дамытайық. Ары қарай тақ болатын болса, тақ сан деп шығарсын. Жұп болатын болса, оң, еще позитив оң сан болатын болса, жаңағы позитив жұп сан деп экранға шығарсын. Ал теріс сан егер болса, теріс сан деп экранға шығарсын. Мысалға, ол кезде мына шарттарды алып тастаймыз. Мынаны алып алайын. Егер сан 0-ден үлкен, яғни позитив болатын болса, ішіне кіріп, тағы да шарт қоямыз. If, и жаңағыны қоямыз. И 2-ге қалдықсыз бөлінсе, и оны экранға оң және жұп сан дей салайықшы. Оң және жұп сан деп экранға шығарсын. Else, мына жерге print, и бұл жерде оң, бірақ теріс, тақсан. Оң және тақсан дейік. Оң және тақсан енгізілді. Және қалдығы 0 емес, 1 болып қалған болса да, егер. Ал егер ол орындалмаған жағдайда сан теріс сан деп экранға шығарып береді. Экранға сақтайық, нәтижесін көрейік. Сан деңіземіз, мысалға 5. Оң және тақсан деген шығарып берді. Қайттан орындатайық. -5 дейік. Бұл кезде теріс сан деп шығады. И 10 десек,
оң және жұпсан деп экранға шығарып берді. Енді бұны да фук еткізіп кесіп алайын да мына тапсырманың астына қойып қояйын. Келесі тапсырмаға өтейік. Келесі алдыңғы тапсырмамыздың бірі логин парольді тексеру еді. Бұны полный фук еткізіп кесіп алайын да астына орындатқызайын. Логиніміз email@macadef.com, паспортымыз abc123. Бұл база данлықта біздің сақтаулы тұр деп есептейік. Алдағы уақытта оны да көресіздер. Ендірген mail, қолданушыдан mail сұраймыз, паспорт сұраймыз, логин парольді сұраймыз. И екеуін салыстыратын едік. Сөйтіп, дұрыс па, дұрыс емес пе екенін экранға жаздыратын едік. If дейік. Мен бүйтейін, сразу логин қате болса, логин қате, паспорт қате болатын болса, паспорт қате дегенді сразу сіздерге шығарып берейін. Әйтпесе, мынаны екеуін біріне қойсаңыздар да болады, мысалы былай. Мынаны бір көрсетіп жібере салайын сіздерге, бірақ оны орындатқызбаймын. Логин пароль дұрыс деп экранға шығарып береді. Болмаса, else print логин немесе пароль қате деп шығарып береді мына жерде. Дәл осыны орындатқызсаңыздар, логин пароль екенін қате екенін шығарып береді. Енді мен бұны логинді тексерем бірінші, одан кейін парольді тексерем. Екеуі дұрыс болған жағдайда ғана тағы да if логин жасайым. Екеуі дұрыс болған жағдайда ғана екеуі де дұрыс сайтқа кіру дей салайын. Сайтқа кіру не десек, орындалды дейік. Орындалды. Логин пароліміз дұрыс болған кезде сайтқа кіру орындалды деп шығарып береді. Ал егер else print менің паролім қате болатын болса, пароль қате деген сәрін шығарып береді. Қайта енгізіңіз. Қайта енгізіңіз деп шығарып берсін. Болмаса, логин дұрыс емес болатын болса, логин қате, қайта енгізіңіз деп экранға шығарып берсін. Ctrl-Shift тырнақша, мынаяқта тұр екен, терминалын орындатқызайық. Email. Мынаны көшірейін. Бірінші дұрысын орындатқызайын. Пароліміз abc123. Асы қалып кетті. Enter'ді басам, сайтқа кіру орындалды деген шықты. Парольді қате жазам. Мына жерден көшіремді, бірақ мұны екі рет жазып жіберем. Пароль abc, бұл кезде пароль дұрыс бола берсін. Логин қате, қайта енгізіңіз. Енді қайттан орындатқызайық. Логинді дұрыс жазайық, парольді қате жазайық. Логиніміз дұрыс, пароль қате. 1-2-4 деп жазып жүрдім. Пароль қате, қайта енгізіңіз деп экранға шығарып берді. Енді бұл тапсырманы зық еткізіп Ctrl-X пен алып алайын да, мына тапсырманың астына қойып қояйын комментарийға. Келесі тапсырмаға өтейік. Ендірілген 3 санның ең үлкенін табыңыз дейді. Біз алдыңғы сабақта әрқайсысын жеке-жеке мынау дұрыс, мынау үлкен деп шығарып берген болатынбыз. Енді бұл нәрсені біз шартпен тек бір ғана жауабын шығаратын боламыз. Яғни, енгізілген санның қайсысы үлкен, соны ғана экранға шығаратын боламыз. Егер if a b-дан үлкен және дегенді алып тастаймыз. If a-дан да с-дан да үлкен болатын болса, print a үлкен. Енді elif енді b-ны істейік.
print b үлкен else үлкен деп жазуымыз ғой не? Өйткені соған келетін сияқты. Орындатқызып көрейік. Прова ретінде сіздермен сақтайық. Ctrl Shift тырнақшы жабайын. A-ны ендір 5 B 6 S 7. Так, орындатылған жоқ. Өйткені if-ке салған жоқпыз бұны. S-ны тексердім қазір. B-ны тексерейін енді. B 5 6 B S-мыз 4 болсын. B үлкен деп шығарды. Енді A-ны тексерейік. A-мыз 6 болсын, B-мыз 5 болсын, S-мыз 4 болсын. A үлкен деп шығарды. Мына жерде енді else-ні алып тастаймыз да, дәл осыны өткізіп копия жасаймыз да, қойып жібереміз. S үлкен A-дан, S үлкен B-дан. Сол кезде S үлкен деп экранға шығып береді. Сақтаймыз. Орындатқызайық. Сақтаймыз, мынаны орындатқызайық. A-мыз жаңа тексердік. Мысалы, тағы тексере салайық. 5, 4, 3. A үлкен. Орындатқызайық. 3, 5, 4. B үлкен. Қайттан орындатқызайық. 3, 4, 5. Опа. S дұрыс емес дейді. S-да ештеңе жазған жоқ. Сақтаған жоқпыз бұны. Егер S A-дан үлкен болса, және S B-дан үлкен болса, S үлкен. Сақтады. 3, 4, 5. Неге? If үлкен. S B-дан несі қате болды мына жерде? A B-дан үлкен. Так, S-ны B-дан үлкен дейік. A-дан да үлкен дейік. Қайттан жұмыс еткізіп көрейік. Түсінбей қалдым ғой. Мынандай нәрсе болып жатыр ғой. Так. S B-дан үлкен. 5 4-тен үлкен. S A-дан да үлкен. Вроде нормально. Мынаны бірінші алып көрейік. Кетіп қойды. Elif S үлкен деп шығарды. Бұл жерде істемеді. Қайттан істетейік. A 5 4 3. A үлкен деп шықты.
3, 5, 4. Енді орындалды не? A үлкен деді, B үлкен деді, S үлкен деді. Енді орындалды. Кейде өйстіп нелерде қойып кетеді кодты дұрыс оқымай. Мына жерде if-ке кірдік, S мен B-ны тексердік. S мен A-ны да тексердік. Мысалы, S B-дан үлкен болған кезде кіреді мынаның ішіне. Сөйтіп S мен A-ны тағы тексереді. Екеуі тағы дұрыс болатын болса, S үлкен деп шығарады. Elif немесе мына S орындалған жоқ. A-ны тексереді. A үлкен ба, оны тексереді. Сонымен үшеуін де экранға жеке-жеке шығарып беретін болады. Ctrl-X. Мынаны да шығардық. Енді келесі тапсырмаға өтейік. Қолданушыдан 2 блок бағасын, бір емтихан бағасын алып, орташа бағасын есептеген болатынбыз алдыңғы сабақта. Орташа бағасын алып, оның өту-өтпеуін шығарған болатынбыз. Енді блок 1-ді аламыз, блок 2-ні аламыз, емтиханды енгіземіз, орташа бағасын аламыз. Екі түрлі есеп шығарғанбыз. Біреуінде орташа 50-ден асса, және емтихан 50-ден асса ғана өтетін тұғын. Екінші, емтихан 70 болып тұрып, орташаға уже қарамайтын едіге. Екеуінің біреуі орындалған кезде ғана өтетін еді. Енді ондай емес. Бізде сразу мынаны алып тастай салайын. Орташаға қараймыз. If орташа бағасы 50-ден асса, енді емтиханнан 50-ден жоғары болса ғана өте алады адам. If print так, орташаны экранға шығара салайық. Өттіңіз. Else print мына жерге емтихан бағасын шығарайық. Емтиханнан өтпедіңіз. Бағасы емтихан. Else print өтпедіңіз. Орташа бағаңыз. Орташа f-string пен жазып қойып. Орындатқызып көрейік. Қалай болады екен? Блок 1 50, блок 2 50, емтихан 50. 50 өттіңіз деп шығады. Блоктан 70 алсын, екіншісінен 50 алсын, емтиханнан 40 алып қалсын. Емтиханнан өтпедіңіз, бағасы 40 болып шықты. Одан кейін үшінші орташа балл жетіп тұрғанмен, емтиханнан төмен жинаққа, бірақ орташа бағасы жоғары болып қалған жағдайда, мысалға 40, 50 болса, өтпедіңіз, орташа бағаңыз 44 деп экранға шығарып берді. Бұны да ары қарай түрлендіре берсеңіздер болады, неше түрлі қылып. Келесі тапсырмаға өтейік. Қолданушының аты, салмағы деген нәрсе бар еді бізде. Арық, немесе семіз, салмақ, килолы деп. Обез деген ауруы бар еді, соны ауырасыз деп экранға шығарып беретін едіге. Формуланы есептеп. Атын, бойын, салмағын аламыз, формуласын есептейміз. Енді мына шарттың барлығын жазбай, тек біреуін ғана шығарайық. Сіздің салмағыңыз мынау, индексіңіз мынау деп. Так, бұның барлығын өшірейік. If-ке кірейік. If
формула. Copy. Формулаңыз 0-ден үлкен. Және мынаның ішінде болатын болса, бұл кезде print формулада қандай еді? Арық еді. Print арық деп қосылайын әзірше. Elif екінші формуланы алайын. Ол кезде print так мынаны көшіріп бәріне өшіп жазып кете берем, просто тек шарттарын орындатқызамын қазір. Так, үшінші формула. Жерге түсет. Төртінші формула. Жерге түсет. Арық, орташа, артық салмақ. Семіздік ауруы. Сақтайық. Ctrl-Shift нақша. Класс деп экранды тазалап жүрейікті. Атыңыз Мұртаза, бойыңыз 1.70, салмағым 70. Орташа деп шарт берді. Енді Мұртаза, бойым 1.70, бірақ салмағым 80. Артық салмақ. Үшінші атым Мұртаза, бойым 1.70, бірақ салмағым 100 кг болып кетсін. Семіздік обез. Мұртаза, бойым 1.70, салмағым 55 дейік. 55-ің өз орташа көреді екен. Так, ең арық дегенге жазайын деген ма? Мұртаза, бойым 1.70, салмағым 45. Ол кезде арық деп экранға шығып берді. Енді бұны да түрлендірсеңіздер болады. Арықтың қасына формуладан шыққан санды салмағын шығарсаңыз болады. F-stringпен. Мына жерде енді қысқаша не алдым есепті. Дәл осылай орындап шықсаңыздар болады. Келесі сабағымызда кездескенше.